2017 жылдың 24 сәуірінде елбасының кітапханасында дәуір тоғысында қор көрмелер циклы ашылды. Еліміздегі президенттік институттың қалыптасуы мен даму тарихын мәтіндік материалдар, фотосуреттер, кітаптар және жәдігерлер паш етті. Миллионнан астам халық болған екен. Және де сайлауға қатысқан 8 миллионнан 50 мыңға дейін тоқу өрнектер болады. Көрмеге ұсынылған кілемдер мен гобелен бұйымдар елбасына, мемлекет және үкімет басшыларынан, елшілерден, шетелдік делегациялар мен Қазақстан тұрғындарынан сыйға тартылған. Тарихи жәдігерлер арқылы Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың кеңістігі және елбасының басқаруындағы еліміздің жоғары беделі байқалады. Көрменің 24 сәуір күні ашылуы кездейсоқ емес. Дәл осы күні 1990 жылы Қазақстанда тұңғыш рет республика президентінің лауазымы бекітілді және жоғары кеңестің шешімімен Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының президенті болып сайланды.